Ал қыздар, сабағымыздың практика бөліміне қош келдіңіздер. Ең алдымен ою сызатын сары матамызды орналастырып, оның бетіне паутинканы орналастырып, сосын барып майлы пергамент қағазын немесе оракулдың артындағы жылтырақ қағазын орналастырып, осылай ыстық үтікпен басамыз. Және де тағы бір ескертетін жайт, сіздер матаны үнемді пайдаланамын десеңіздер, бірінші матаңызға паутинканы орналастырмай тұрып, аққуыңыздың, қошқар мүйіздің өрнектерін сызып алыңыз. Сосын барып қажетті мөлшердегі бөлікке ғана паутинканы осылай жабыстырыңыздар. Мен бірақ бұл жерде бірінші паутинканы жабыстырып алдым, сосын барып өрнекті сыздым. Мінекей қараңыздар, енді осы клейлі матаның үстіне аққуымызды орналастырамыз. Бұл жерде аққудың ұзындығы менде 35, ені 25 сантиметр. Ручкамен сызамыз. Мейлі өзіңіз білесіз, мүмкін сабынмен сызасыз ба, осылай бірінші сызып алыңыз. 35-те 25 бұл сіздерге көрсету үшін арнайы, бұл эскиз сіздерге беріледі. Және де бір ескерте кететін жайт, бұл аққуды орналастырған кезде матаның түгі, мысалы үшін аққу осылайынан орнатылды ғой, менде матаның түгі төменге қарап тұрады, сары матаның түгі. Енді қараңыздар, аққудың өрнегін біріншінде оңға, екіншінде солға қаратып барып қиыңыздар, себебі біздің аққуымыздың екеуінің төсі бір-біріне түйісіп, бір-біріне қарап тұруы керек. Мына жерде мінекей осындай қошқар мүйіздің 6 несін қиып аламыз. Бұл жерде біздегі өрнектің ұзындығы, ені екеуі бірдей 18 сантиметр болады. Сіздерге берілген оюды осылай қағаздан шығарған кезде мінекей қараңыздар, екі А4-ді бір-біріне біріктіргенде міндетті түрде сызықтары бір-біріне сәйкес келу керек. Қараңыздар, осылай орналастырып, скотчпен жабыстырып қиып алыңыздар. Мінекей құрағымызды орналастырдық. Қалай тігу керектігін мен сіздерге теория бөлімінде түсіндірдім. Қараңыздар, өзімізге ұнағандай құрақтарды бір-біріне осылай сәйкестендіріп қойдық. Енді бірінші қатардағы 3 құрақты, екінші қатардағы 3 құрақты, төртінші қатардағы, бесінші қатардағы құрақтарды бір-біріне біріктіріп вертикально тігеміз. Мінекей қыздар, мына стрелка сіздерге көрсетіп тұр қалай тігу керектігін. Бірінші вертикально, екінші мінекей горизонтально тігіңдер дейді. Осылай барлығын тігіп аламыз, екі жақ құрақты да, шымылдықтың екі жақ құрағында. Сонан кейін барып жоғарғы жағындағы лентасын тігетін боламыз. Ол үшін арнайы өлшеп алыңыздар, құрақтарыңыздың мөлшерін өлшеп алыңыздар. Содан кейін барып жоғарғы жағына ені 7-8 сантиметрлі болатын, ұзындығы өзіңіздің құрағыңыздың ұзындығына сәйкес қиылады. Осындай матаны қиып аламыз. Және де жиегіне, лентаның жиегіне түгін төмен қаратып 1 сантиметр осындай тігіс бересіздер. Тігіп алғаннан кейін барып құрақтың оң бетіне матаның оң бетін түйістіріп, мінекей осылайнан 1 сантиметрмен тігіп шығамыз. Мінекей жоғарғы бөлігіндегі матаны қосып тігіп алдық. Және де енді мына стрелка көрсеткен бөліктерді қыздар матаның өзін артына қарай бір 0,5 сантиметр қайырып тігіп шығыңыздар. Сол кезде жиегі әдемі болып көрініп тұрады. Және де бір ескертетінім, осылай екі құрақты ортаға қойғаннан кейін мына сызғышты не үшін қойдым? Әдейі өлшеп алыңыздар. Лента жалғанған бөліктен төменгі құрақтың біткеніне дейінгі аралық менде 60 сантиметр. Сіздер де тура дәл солай қанша екенін өлшеп алыңыздар. Бұл бізде шымылдығымыздың орта бөлігі, яғни бағанағы өлшеп алған 60 сантиметріміз осы қызыл матаның ені. Оған тағы 2 сантиметр қосып, 62 сантиметрлі матаны ұзындығын өзіңіздің ұзындығыңызға қарай өлшеп қиып аласыз. Яғни ол 2 сантиметр бізде мына аққудың төменгі жағынан қызыл матаны ішке қарай 1 сантиметрдей көлемде қайырып тігеміз. Және де аққуды осылай матаның, егер мата 2 метр болса, қақ ортасы 1 метрден бөліп аламыз, сызып аламыз. Аққуды осылай орналастырамыз. Жоғарғы жағынан 20 сантиметр, астыңғы жағынан 9 сантиметр, яғни қайырып тікпей тұрып 9 сантиметр қалдырамыз. Астыңғы жағын, матамыздың астыңғы жағын қайырып тікпей тұрып 9 сантиметрді қалдырып, осылай өлшеп аламыз, сызып аламыз. Ровно екінші жағында, бірінші жағын қалай сызсаңыз, екінші жағында дәл солай аққуды орналастырамыз осылай. Және де оның үстін белгілі бір осындай матамен жабыңыздар міндетті түрде, сосын барып ыстық үтікпен бастырыңыздар. Себебі мына аққудың
бірден үстінен үтікпен басып үтіктейтін болсаңыздар, сіздердің аққуларыңыздың мүмкін, кім біледі, енді әртүрлі жағдай болуы мүмкін, ою жабысып қалуы мүмкін үтіктің бетіне. Ал енді осылай үтіктеп болғаннан кейін барып біз аққудың жиегіне тесьманы лентамызды орналастырып, бағанағы қошқар мүйіздің жиегін қалай сәндеп тіксек, бұны да дәл солай сәндеп тігіп шығамыз. Бұл бізде қошқар мүйіз өрнегі. Бұны да дәл солай аққуды қалай орналастырсақ, оны да дәл осылай орналастырып, қалай жабыстырдық, солай жабыстырамыз. Енді тағы бір ескерте кететін жайт, бұл бізде аққудың біткен жері мен матаның құраққа жалғасатын жерінің аралығы менде 95 см болды. Яғни оның қақ ортасы 47-де 5. Дәл солай 47-де 5-тен бөліп аламын, оюды орналастырамын, және де осындай оюдың жиегін зигзаг тігісімен тігіп шығамын. Зигзаг тігісінің иненің бір бөлігі сары оюдың ішіне, екінші бөлігі сары оюдың жиегіне бару керек, қызыл матаға тігілмеу керек. Яғни сары матаны жиектеп отырып осылай тігуі қажет. Бағана біз матамыздың енін, осы аққу тігілетін матаның енін 62 деп алдық қой, төменгі жағын 1 см тігеміз деп. Енді осы жерде мұқият қараңыздар. Міне біз аққуды орналастырдық, қошқар мүйізді орналастырып тігіп алдық. Енді матаны теріс айналдырып, мінекей осылай ішке қарай 1 см қайырып тігеміз. Қараңыздар. Осылай астыңғы бөлігін. Мінекей қайырып тігіп алдық. Мына жерде құрағымыз бір бөлек, ортаңғы бөлігі бір бөлек, әрі бір-біріне жалғанып тігілмеді. Мінекей қараңыздар. Осы жерде ғана барып, осылай тігіп болғаннан кейін екі жақ құрақты бір-біріне оң бетіне түйістіріп тігеміз. Кейін осылай астыңғы бөліктегі құрақтарды қойып шығамыз. Мінекей ортаңғы бөлігіндегі және жиегіндегі салбырап тұратын құрақтарды қойып, бірінші мен мына салбырап тұрған төменгі құрақтың төменгі бөлігін тігіп шықтым, мына 3 құрақты. Мінекей қараңыздар, тігілді. Енді бізде бахрома тігілуі қажет. Бахрома және де перделік лента тігілуі қажет. Бұл жерде мен сіздерге қалай тігілетінін көрсетіп жатырмын. Мінекей 3 бұрышты қалай мына құрақтың жиегіне орналастырамыз, қалай тігеміз, осы жерде көрсетілді. Қараңыздар, матаны, стрелканы төменге қаратамыз, құрақтың үстіне осылай орналастырып, былайынан тігіп шығамыз. Горизонтально тігеміз, вертикально емес. Қолмен немесе машинкамен тіксеңіздер де болады. Мына жерде құрақ пен ортаңғы бөлік матаның біріккен жеріне орналастырдым. Осылай мұқият тігіп алыңыздар. Мінекей біз құрақтың төменгі бөлігіндегі 3 стрелкалы құрақты тіктік. Енді ортаңғы бөліктегі 5 құрақты тікпес бұрын бірінші бахроманы тігеміз. Осылай қараңыздар. Өлшеп алыңыздар. Бахроманың басы мінекей мына құрақтың тігілген жерін көріп тұрсыздар ғой. Содан бахроманы ішке қарай қайырамыз. Осылайынан. Сосын мына аралықта басын осы жерге қоямыз. Құрақтың біткен жерінен екінші жақ, оң жақ, бұл бізде сол жақ болса, енді оң жақ құраққа дейінгі аралықты өлшейміз. Қараңыздар. Бұл жерде жалпы тігілуі қалай? Біз тігілу кезінде мына қызыл мата бахроманың астынан өте қатты шығып кетпеуі керек. Егер лента бірдей болып тұруы қажет. Қызыл мата мен астыңғы бөлігі бірдей болып тұруы керек. Бұл жерде біз осы бахроманың үстіңгі жағынан және астыңғы жағынан 2 тігіс жіберетін боламыз.
негізі бахроманы тікпес бұрын бірінші мына перделікті тігіп алғандарыңыз жөн деп ойлаймын. Енді оны қалай тігеміз қараңыздар. Мінекей бағана біз лента жалғадық қой құрақтың төбесіне. Соны кері қарай айналдырамыз, яғни теріс бетінен тігеміз ғой оны. Теріс бетінен матаны астыңғы бөлігін, бағана ортаңғы бөліктегі матаның астыңғы бөлігін 1 сантиметр қайырып тіккен секілді, бұны да осылай теріс айналдырамыз, 1 сантиметр қайырамыз осылайынан, үстіне перделік лентаны орналастырамыз. Осы кезде лентаның екі жібін тігістің астында қалып кетпеуін мұқият қараңыздар. Осылай кішкене ғана артқа қарай қайырып аламыз, бахрома тіккен секілді қылып. Сосын тура мына жиегіне қарай орналастырамыз да. Бұны да 1 сантиметр матаны қайырып отырып тігуді ұмытпаңыздар. Бірінші барлығын 1 сантиметр қайырып тігіп алып барып перделікті тіксеңіздер де болады. Мен бірден қайырып отырып мына перделікті үстіне тігіп жібердім. Перделік лентаның астын, үстін және де мына аралықты тігіп алмай, орта бөліктегі аралықты тігіп алмай, тағы да ортасынан бір тігіс жібердім. Сонда прям күшті болып мықты ұстап тұрады. Бірінші осы лентаны тігіп алып барып бахроманы тіктім. Ал енді бахроманың тігілуіне мұқият қараңыздар. Бұл бізде бірінші бахроманың астыңғы бөлігін тігеміз, яғни моншақтар салбырап тұратын бөлігін тігеміз. Қараңыздар, машинаға ана моншақтары кіріп кетпеуін мұқият қараңыздар, қадағалаңыздар. Және де қызыл матаның біткен жеріне, лентаның біткен жерін, мата астынан ешқандай да қызыл мата көрініп қалмайтындай етіп, осылай бірінші астыңғы бөлігін тігіп шығыңыздар. Содан кейін барып, дәл осы қатарды қалай бастап тіктік, екінші қатарды да тура сол бастаған жағыңыздан тігесіз. Себебі кері айналдырып аяқтаған жағымнан жоғары қарай тігіп жіберем десеңіз, мына бахроманың моншақтары сізге кедергі келтіреді. Сондықтан барлығында бір бағытта тіккендеріңіз дұрыс. Бахроманың екінші басын, яғни аяқ жағын тіккен кезде мінекей осы астын қайырамыз. Құрақтың аяқталған жеріне сәйкестендіреміз. Және де ақырын ең соңын бекітіп тігеміз, закрепка береміз. Мінекей бахроманың астыңғы жағын тігіп болдық. Енді үстіңгі жағында тура осылай астыңғы жағын қай бағытта тіксек, үстіңгі жағында сол бағытта тігеміз. Бұл бізде құрақтың төменгі жағында салбырап тұратын стрелкалы 3 құрағымыз. Оған біз бахроманы қалай тігеміз, соны көрсетіп жатырмын. Мен бұл жерде барлығын қолмен тігіп шықтым. Осылай ине жіпті сабақтап аламыз да, видеода көрсетілгендей етіп тігіп шығамыз. Ал енді шымылдығымыздың соңғы бөлігі, ол мына аққу тұрған аралыққа мына 5 құрақты орналастырып тігу. Бұл жерде сіздер яғни прям өлшемін әдемілеп алыңыздар. Аралықтары бір-біріне сәйкес келуі қажет. Мен bunu тігіп қойғанмын уже. Бахроманың астына кәдімгідей түйме тіккен секілді айқастырып, осылай ине жіппен қолмен тігіп шықтым. Бұл жерде ескерте кететін жайт, мына құрақтың біткен бөлігі бар ғой, екі жақ құрақтың біткен бөлігі, яғни аққу тұратын орта бөлікті теңдей 5-ке бөлесіздер. Мысалы үшін мен мына жерде қос аққудың қақ ортасына біреуін орналастырдым, қошқар мүйіздің екі жағына екеуін орналастырдым. Көрдіңіздер ма? Аралықтары прям бірдей болу керек. Сызғышпен, метрлікпен өлшеңіздер. Соңғы мына құрақтың стрелкалық құрақты да ескеріңіздер, қыздар. Сол аралықтары барлығы бірдей болуы керек. Осымен біздің шымылдығымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Мынандай қылып үкі қойып сәндесеңіздер де болады.